Азамат ұйқыдан тұра сала, жан-жағына қарады. Мына үйді бір жақсылап тазалап алу керек еді деп ойлады. Бірақ өкінішке орай, бұндай ойлар оған тек таңда ғана, тек жұмысқа бара жатқан кезде ғана ойына келетін еді. Ал кешке жұмыстан қайтып келе жатқанда, жолдағы дүкенге соғып, бір бөтелкесін ала келетін. Сол бөтелкені сылқытып алып, ұйқыға кететін, тіпті үйдің жағдайы жөніне қалатын. Таңда тағы сол көрініс, тағы да өкіну. Азаматтың мұндай өмір салтын ұстануы сүйіктісі Балаусаның оның тастап кеткен күннен басталған болатын. Балауса оны тастап, жақсы өмір сүру үшін қалаға аттанған сәттен бастап, бір жыл бойы дәл осы қарқынмен өмір сүрді. Азамат Балаусаны ағасымен бірге көрші ауылға туған күнге барған кезінде кездірген еді. Бұрын Азамат Балаусаны ешқашан көрмеген. Азамат осыған дейін ешқандай қызға көңіл аудармаған, үйлену туралы ой миына кіріп те шықпайтын. Себебі оның ойында тек жұмыс жасау және көбірек ақша табу болатын. Ауылда шөп егіп, оны күзде орып сатумен айналысатын. Ақшасын жинап, тракторда сатып алды. Еш оқусыз ақ сол тракторды өзі жөндеп, өзі айдап, өзі шашып жинайтындай жағдайға жетті. Сонымен қатар үлкен бір егістікті өзі басқарып, жұмысшылар алып, егінді қалайды мол өндіріп, қомақты табыс табатын. Оның жеткен дәрежесіне кейбір ауылдың үлкен кісілері де жетпеген еді. Ал кейбір құрдастары ішкен жегендеріне мәз болып, ата-анасының мойнында отырғандары да болды. Сол себепті де кейбіреулері Азаматқа қызғанышпен қарайтын. Азаматтың жастай осындай еңбекқор болуының себебі өзінің жетім болғандығынан да болуы мүмкін. Оның әке-шешесі ерте қайтыс болып, ол өзінің әжесінің қолында өседі. Әжесі де Азамат 18-ге толған бойда қайтыс болып кетті. Құтты бір Алла тағаламен байланысып келісіп қойғандай. Сол күннен бері Азамат жалғыз өзі тұрып жатты. Қыздарға қарамады, әйелін үйге әкелуге ұялмас үшін алдымен аяғына нық тұруды шешті. Тамақ ішпей, тоймаудың не екенін бала кезінен түсінді. Үйлері әрдайым суық болатын, отын бітіп қалмас үшін үнемдейтін. Содан бірінші жағдайымды толық жасап алайын деп қызбен шаруасы болмай жүрген кезде Балаусаны көріп, ойы күрт өзгерді. Ақыры Балаусаны өзіне қаратып, сезімін білдіріп үйленді. Үйленіп үйіне алып келді. Балауса да Азаматты ұнатып қалғандай. Бірақ Балауса Азаматқа тез күйеуге шығуының себебі өзі тәрбиеленіп жатқан көп балалы отбасынан кету еді. Балауса отбасындағы үлкен бала болатын. Соңынан ерген 6 бауыры болатын. Балауса үйдің үлкені болғандықтан әке-шешесі жұмыста болған кезде бауырларына қарап үй шаруашылығымен айналысатын. Жасы 20-ға толмаған қызға бұның бәрі жалықтырып шаршап жүрген кезде Азамат жолып, оның жалғыз өзі тұратындығы бір жағынан ұнап қалды. Жетім болғанына қуанбаса қайғырмады. Балауса күні бойы үйде отырды, Азамат қана жұмыс жасады. Балауса күні бойы демалып, өз-өзіне қарап, теледидарын қарап отыратын. Осылайша 3 жыл өтті. Бір күні Балауса былай деді: Азамат, біз мұнда, бұл ауылда қаншалықты тұра береміз? Қалаға көшейік. Қалада өмір дамып кеткен, басқаша өмір. Ал біз болсақ, ауылда құлдырап жатырмыз. Ешқандай қызық жоқ. Өмірім бостан босқа өтіп жатқандай. Халықтың бәрі дамып қалаға көшіп жатыр, ал біз ауылда өліп жатырмыз деді. Азамат мұндай әңгімеге дайын емес еді. Таң қалып, мен қалаға барамын деп ешқашан айтқан емеспін, сен де айтпадың. Неліктен кенеттен мұндай әңгімелер пайда болды? Бірақ мен өмір бойы ауылда шірігім келмейді. Сіз мені бұлай етуге мәжбүрлемейсіз деп үміттенемін. Азамат таң қалып қасын көтерді. Түсінбедім. Сен өзің ауылдансың. Өмір бойы осында тұрдық. Сен кенеттен қайда тартылдың? Сен ешқашан қалаға кеткің келеді, болашақта қалаға көшейіккен сөз айтпап едің ғой. Шамалы шыдай тұршы, біраз уақыттан соң үйге ыстық су мен суық суды кіргізіп, үйдің ішіне барлық жағдайды жасаймын. Дәл қаладағыдай болады, деді. Балауса орнынан тұрып, қобалжыған күйде бөлмені аралап жүрді. О Құдай-ау, сен қандай адамсың? Мәселе тек суда емес қой. Үйге кіргізілген су мен дәретханадан өміріміз өзгеріп кетеді деп ойлайсың ба? Ал театрлар, кафелер, мәдениет ше? Деп ашуланды Балауса. Осы күні олар көп ұрысты. Азаматта қалыспады. Балаусаға құтырған қатынсың деп үйден шығып кетті.
Әрине содан кейін олар қайта татуласты. Бірақ бұл әңгімеге қайта оралмады. 3 аптадан соң Азамат жұмыстан үйіне келіп Балаусаны таппай қалды. Үстел үстінде хат жатты. Хатты Балауса өзін толықтай түсінетін адамды тапқанын жазған. Өзінің арманын бөлісе алатын, қалада бақытты қылатын адамды тауып алыпты. Сонымен қатар Балауса жинақ ақшаның барлығын алып кеткенін де жазған. Ол бұл оның ең жақсы жылдарын оған жұмсаған үшін өтемақы екенін жазыпты. Азамат сол күннен бері қатты өзгерді. Ішімдікке салынып, өзінің егістік алқабын сатып жіберді. Сосын үйді де аздыра бастады. Өзінің тракторын алып, көрші алқапқа барып, жалға жұмыс жасайтын болды. Бастығы, өзінің ауылдасы, жасы үлкен болса да Азаматтың кезінде қандай еңбекқор болғанын, осындай жағдайға қалай тап болғанын анық білетін. Сол себепті түсіністікпен қарады, алайда Азаматтың бірнеше рет жұмысқа кешігіп келгенін көріп, бірнеше рет түнімен ішкендіктен азанда. Жағдайының мәз еместігін көріп ескерту жасаған еді. Алайда дұрысталудың орнына Азамат сол күні бір бөтел емес 2 бөтелке алды. Ол осының бәріне көзін жұмғысы келді. Бір жағынан бәрін ұмытып, ол дұрыс өмір бастауды да ойлап қоятын. Балаусаға кездеспеген кездегі өмірін жалғастырғысы келді. Алайда үйді жинастыра бастаған еді. Балаусаның шашқа тағатын шашқыстырғышын тауып алды. Келесі де үйлену тойларының суреттерінен жасалған альбомды тауып алды. Сондықтан Азамат үйін жинаудан бас тартты. Азамат сыртқа шығып қалтырап кетті. Аяздың суық болғаны сонша сықырлап тұр. Тракторды іске қосу үшін тағы да май болу керек еді. Бұл көліктің далада тұрғанына Азамат бұрында да қарсы болып, бастығына қойма салып, жылу жүргізейік деп ескертіп еді. Сөйтіп көлікті айналшықтап жүргенде бір адамның сұлбасына қарсы алдынан шықты. Таңның енді ғана атып келе жатқан уақыты еді. Бұндай уақытта ауылдың адамдары тәтті ұйқыда жататын. Кешіріңіз, деді сол кезде Азамат бұл сұлбаның әйел адамға тиесілі екендігіне көзі жетті. Жақындап қарап еді, шынымен де әйел адам. Мұндай қақаған аязға үстіндегі киімі тым жұқа болатын. Басындағы орамалы да жұқа. Бір кезде Азамат дір етті. Себебі оның көзі әйелдің аяғына оралып тұрған балаға түсті. Бала 2-3 жас шамасында болатын. Ақ құба келген бала қорыққаннан ба, ұялғаннан ба, тіпті тоңғаннан ба анасының аяғына оралып алған. Азамат сасқанынан тіл қатпай қақшиып тұрып қалды. Кешіріңіз, жақын арада қонақтайтын үй бар ма екен? Білмейсіз бе? Деді қыз бала. Азамат ауыл тұрғындарын жақсы білетін, мұндай уақытта барлығы тәтті ұйқыда жататын. Ал ояу болатындары кештен бері ішіп отырған маскүнемдер еді. Сол себепті Азамат ешбір үйді меңзей алмады. Азамат, бұндай уақытта ешкім сізді құшақ жая қарсы ала қоймас, ал мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Мен жалғыз өзім тұрамын. Үйге тек кешке бір келемін. Дала аяз, балада тоңып қалған шығар. Менің үйіме кіріп жайғасыңыз. Үй жылы, ал егер түс қайта үй суып кетсе, отқа отын салып қойыңыз. Деп кілттерді ұсынды. Қыздың аты Алтын болатын. Ал қолындағы баланың аты Арсен. Алтын шарасыздықтан кілтті қолына алды. Азамат жұмысқа кетті. Жұмыс әдеттегідей өтті. Азамат жұмыс аяқтала сала үй жаққа қарай бет алды. Үй жаққа бара жатып, әдеттегідей жолдағы дүкенге соғып, күнделікті ішімдігін алды. Алайда таңда үйіне кіргізген қыз бен баланы есіне алып, тәттілерді де ала салды. Содан үйге жақындап келе жатты, алыстан үйдің терезелерінен жарықтың жанып тұрғанын байқады. Үйге жақындап аулаға кірді. Есікке жақындай бергенде терезеге көзі түсті. Терезеден үйдің ішіндегі көрініске көзі түсіп таң қалып қалды. Үйдің іші тап-таза. Мұндай тазалықты Азамат тіпті Балаусамен бірге тұрып жатқан көрмеген еді. Жас ана баласымен бірге диванда отыр еді. Содан Азамат қолындағы бөтелкесінен ұялып қалды. Қолындағы бөтелкесін қарға тығып кетті. Үйге кірді. Азаматтың кіргенін естіген бойда Алтын орнынан ұшып тұрды. Арсен тағы анасының аяғына жармасын тығылды. Үйден тәтті тамақтың иісі аңқып тұрды. Алтын ыңғайсызданып тұрып, кешіріңіз, біз сіздің үйді жинастырып қойып едік. Айып етпесеңіз, деді.
Жоқ, ол не дегеніңіз, керісінше, сізден ұят болды, деді Азамат. Кешкі астайын жайғаса беріңіз деп алтын орындықты меңзеді. Азамат болса баламен таныспақшы болып, оған жақындады. Арсен деп балақай анасынан ажырап шыға бастады. Азамат қолындағы тәттілерін Арсенге ұсынды. Арсен мәз болып, үстелді кешкі асқа дайындап жатқан анасына қарай жүгірді. Азамат диванның үстінде жатқан балаларға арналған кітаптарға көзі түсті. Азамат бұл кітаптарды балаусамен бірге тұрып жатқанда алған болатын. Балаусаға балалы болғысы келетінін осылайша түсіндіргісі келген еді. Ниеттеніп ырымдап алған болатын. Арсен, мұнда кел кітап қарайық деп Азамат Арсенді шақырып, оны аяғына отырғызды. 10 минут өткеннен соң, алтын, ас дайын, келіңіздер, деді алтын. Үшеуі ас ішіп болғаннан соң, Арсеннің ұйықтағысы келіп отырғанын Азамат байқады. Азамат баланы төсекке жатқызды. Бала ұйықтағаннан соң, Азамат алтынмен сөйлеспек болып шай құйды. Алтында бұны сезіп сөз алды. Атым Алтын, баламның аты Арсен. Менің өмірдегі ең үлкен қателігім бір адамға сеніп, оған тұрмысқа шыққанымда болды. Ол өте жауыз адам болып шықты. Күнара ішіп келетін. Кез келген нәрсе үшін ұра жөнелетін. Тамақтың ол үйге кірген бойда дайын тұрмағаны үшін іздеген нәрсесін бірден тапса да, тіпті біреу үйге қателесіп қоңырау шалса да, мені ұра жөнелетін. Осы қорлықтарына шыдап жүрген кезімде аяғым ауыр екенін білдім. Бір күні тағы да ішіп келді. Кіріп келген бойда айқайлап дауыстап шақырды. Даусынан ақ ұратыны белгілі болды. Сол күні тығылып қашып кеттім. Қашып анамның үйіне бардым. Анамның үйіне барсам, анам маған қатты қуана қоймады. Себебі ол бір жас жігітпен тұрып жатыр екен. Менде басқа амал болмай, анамның үйінде қалдым. Сол үйде босанып, сол үйде балам қырқынан шығарып, бәріміз бірге өсіріп жаттық. Алайда анамның жас жігіті маған басқаша қарай бастады. Ол анамды қойып маған көшкісі келді. Сөйтіп мен бірден оның бетін қайтардым. Қайдан екенін білмеймін, бір күні анам болған жағдайды естіп қойыпты. Анам мүмкін қызғаныштан болар, бірден менен көрді. Оның ойынша өгей әкемді мен анамнан тартып алмақшы екенмін. Менің сөздеріме сенбеді. Осылайша олар Арсенді алып қалып, мені қуып шыққылары келді. Мен олардың бұл ойын байқап қалып, олар ұйықтап жатқанда ұлымды алып қашып шықтым. Менің анам менің ұлымды алып қалып, өздері бір отбасы болып тұрғылары келді. Ал менің өз алдыма кеткенімді қалады. Алайда мен ұлымнан айырылғым келмейді. Менің барымда, нарымда ұлым. Өмірімнің мәні, бүгінгі күні тірі жүрсем, ол ұлымның арқасы. Бірақ біздің сізге ауырлық салғанымыз дұрыс емес шығар. Біз жүрейік деп алтын қозғала бергенде, Азамат, алтын, сіздердің баратын жерлерің бар ма? Қайда барасыңдар? Білмеймін, баратын жеріміз жоқ, шындығын айтсам. Олай болса, әзіргі менің үйімде тұра беріңіздер. Менің еш қарсылығым жоқ. Алтын шарасыздықтан бір жағынан Азаматтың жаман адам еместігін сезгендіктен қалуды шешті. Үй шаруашылығымен айналысып, тәтті тағамдар пісіріп, ұлының тәрбиесімен айналысып жүрді. Алтынмен тұрған бір аптада Азамат өзінің әр кеш сайын ішетінін мүлдем ұмытып кетті. Ол кешке келе сала Арсенмен бірге бірдемелер жасап кітап оқып ойнайтын болды. Ал алтын болса әрдайым тәтті тағамдар пісіріп, киімдерін жуып, үтіктеп үйді тап-таза етіп ұстады. Алтынның арқасында үй жылы, жайлы мекенге айналды. Бұл Азаматтың арманындағы өмір еді. Өкініштісі, бұның бәрі оныкі еместігі. Бір күні жұмыстан әдеттегідей қолына тәттісін алып келе жатырған еді, алдынан көршісі шыға келді. Азамат, құттықтауға болама сені? Деп күлді. Немен? Сенің сүйіктің балауса қаладан қайтып келді ғой, 2 сағаттай болды, деді. Азаматтың түрі бозарып кетті, бар ойы Алтын мен Арсенде еді. Үйге жүгіріп кірді. Балауса диванда әдемі болып отырды. Балауса Азаматқа ренжіп қарады. Үйде Алтында Арсенде жоқ екенін Азамат бірден байқады. Олар қайда, деді Азамат, балауса ренжіп ернін тыржитты. Түсінбедім, Азамат, сонда сен біздің қайта кездескенімізге қуанышты емессің ба, деп майысты. Балауса өзінің сұлулығына, сүйкімділігіне қатты сенімді болды. Азаматтың оны еш сөзсіз қайта қабылдайтынына сенім болғаны сонша, ол арқасынан келіп құшақтап Азаматтың алдына келді. Алайда Азаматта сезім баяғыда өлген еді.
Оның қазір жүрегі басқа қызды қалап тұрды. Алтынды ойлап Азамат балаусаны кеудеден итерді. Ол қайда деп айқайлады. Мен қайдан білейін, кетті бір жаққа, мүмкін үйлеріне қайтқан шығар. Менің кім екенімді білген бойда заттарын жинап, ұлын алып тайып тұрды. Азамат естіген бойда есікке қарай атылды. Кетіп бара жатып, балауса, мен қайтып келгенде бұл үйден сені көрмейтін болайын деді. Балауса оған таңдана қарап, оның қалжыңдамағанын түсінді. Бірақ бұл қалай болуы мүмкін? Ол Азаматтың қуаныштан жылайтынына сенімді болып еді. Азамат алтынның алысқа ұзап кете қоймағанын түсінді. Бірақ уақыт Азаматпен санаспай, қараңғы өз кезегімен түсіп бара жатты. Қараңғыда бала мен мынадай суықта ақша жоқ, таныс жоқ қайда барады деген уайыммен Азамат тек Құдайына жалынды. Ол жұмысы жаққа қарай жүгірді. Сондағы ойы гаражда тұрған тракторын алып, сонымен түнімен іздеу еді. Жұмысына келсе, бастығы әлі кетпепті. Болған жағдайды апыл-құпыл түсіндіріп, тракторына жармасты. Алайда бастығы Азаматтың бұл жағдайын көріп, Азамат мынаны ал деп өзінің жеңіл көлігінің кілтін ұстатты. Сенің тракторын жүріп болам дегенше, мына көлікпен барлық ауылды шарлап шығасын деді. Рахмет, Басеке. Мен тезірек тауып алайын, сосын қайтарып берем деп Азамат ақталды. Иә, мен сені өмірге әкелген адамды қайтару үшін бәрін жасаймын. Азамат оларды ауылдан 5 шақырым жердегі ағаштың түбінен көрді. Ол қатты тежеп оларға қарай жүгірді. Алтын, сен не істеп жатырсың? Егер сіз өзіңіз туралы ойламасаңыз, Арсен туралы ойламайсыз ба? Алтын оның иығында жылап жіберді. Ол өзін сенің әйеліңмін деп таныстырды. Сен оны жақсы көретініңді. Сондай-ақ біз сияқты адамдардың өмір сүруге құқығы жоқ екенін айтты. Алтын көп нәрсені айтты. Азамат Алтын мен Арсенді құшақтады. Азамат үшін балаусаның Алтынға не айтқаны маңызды емес еді. Ең бастысы Азамат өзінің Алтын мен Арсенді жанындай жақсы көретінін түсінгені. Ертең өтініш береміз. Қайтадан бұлай қашпас үшін некеге тұрамыз деді. Алтын еш қарсылық білдірмеді. Керісінше Азаматты одан сайын қаттырақ құшақтады. Ал Арсен болса, менің әкем боласың ба? Иә, солай болайын деп тұр. Азамат оған 1 минут қарады. Сосын анасы екеуін құшақтап алды. Бірер аптадан соң олар некеге тұрды. Некелерін қиған күні олар ешқандай қонақ шақырмады, той да жасамады. Алайда сезгендей Алтынның анасы мен өгей әкесі кіріп келді. Келген бойда Арсенге қарап, сәлем, Арсен, тез дайындал, үйге кететін уақыт келді. Ал мына ақымақ қыз жүрген жерінде жүре берсін. Ал сен өз отбасыңда тәрбиеленесің. Алтын бозарып кетті. Арсен де оған қарсы шықты. Азамат орнынан тұрды. Сіз кімдерсіздер? Менің үйіме баса көктеп кіретіндей деді Азамат. Әйел оған жалт қарады. Біз бұл қыздың әке шешеміз. Олай болса, менің әйеліммен дұрыстап сөйлесіңіз. Сөздеріңізге абай болыңыз. Алтынның анасы таң қалып, кім? Әйелім дейсіз бе? Иә, Алтын менің әйелім, ал Арсен менің ұлым. Бала асырап алу процесі аяқталуға жақын қалды. 1 минутқа тыныштық орнады. Алтынның анасы үнсіз қарап қалды. Сол кезде ғана Азаматтың қайдағы бір ішкіш емес, дұрыс Азамат екеніне көзі жетті. Бірден Алтынға қарап, қызым, кешір. Бақытты болыңдар. Бізді кешіріңдер деді. Сол күннен кейін олар Алтын мен Азаматтың мазасын алған емес. Тек қана телефонмен ғана хабарласып тұрды. Ал балауса бір жолға жоқ болды. 1 жылдан соң Алтын мен Азаматтың тағы бір ұлдары дүниеге келді.